Қазіргі таңда экологиялық тұрақтылық тек таңдау емес, болашақтың негізгі талабы болып отыр. Сондықтан білім беру кеңістігін табиғатпен үйлесімді дамыту маңызды міндет. Сәлеметсіздер ме? Мен Нигматуллина Архана, Орал қаласы номер 49 жалпы орта білім беретін мектебінің оқушысымын. Сіздердің назарларыңызға үздік жасыл мектеп және жасыл балабақша қалалық байқауының Green Oasis жасанды интеллект арқылы жасыл кеңістікті жобалау номинациясы аясында әзірленген өз жобамды ұсынамын. Қазіргі мектеп ауласы тек бос кеңістік емес, біз оны экологиялық, білім беретін және демалысқа арналған заманауи ортаға айналдыруды мақсат еттік. Жоба Планер 5G бағдарламасының көмегімен қолмен модельдеу арқылы жасалды. Міне мектептің ішкі ауласында бірнеше функционалды аймақ ұйымдастырылған. Бұл жерде кондиционерден шыққан су арнайы құбырлар арқылы жиналып, бір ортақ бөшкеге бағытталады. Жиналған су өсімдіктерді суаруға тиімді пайдаланылады. Сонымен қатар бұл алаң оқушылардың үзіліс уақытын пайдалы өткізуге арналған. Мұнда ұлттық ойындар мен математикалық тапсырмаларға негізделген қимыл ойындары ұйымдастырылған. Бұл жерде киіз үй стилінде жасалған ашық аспан астындағы сынып орналасқан. Мұнда оқушылар табиғат аясында сабақ оқып, теориялық білімдерін тәжірибемен ұштастырады. Сынып ішінде табиғи материалдардан сиыр терісінен кілемше, қой жүнінен жасалған көрпешелер орналастырып, ұлттық құндылықтар насихатталады. Сонымен қатар бұл аймақта емдік тастар төселген. Бұл тастармен жүру арқылы оқушылардың қан айналымы жақсарып, денсаулыққа оң әсер етеді. Яғни бұл аймақ тек білім алу емес, сауықтыру қызметінде атқарады. Физика пәніне байланысты мұнда телескоп орнатылған. Оқушылар аспан денелерін бақылау арқылы астрономиялық білімдерін тереңдетеді. Сондай-ақ желдің бағытын анықтайтын құрал орналастырылған. Бұл құрылғы арқылы оқушылар желдің қозғалысын бақылап, табиғи құбылыстарды тәжірибе жүзінде зерттейді. Сынып заманауи технологиялармен жабдықталған. Мұнда интерактивті тақта мен дыбыс жүйесі арқылы сабақтар өткізіледі. Бұл кеңістік толықтай жаңартылатын энергия көздерімен жұмыс істейді. Күн батареялар жарықпен қамтамасыз етсе, арнайы төселген тастар арқылы адамдар қозғалған кезде энергия өндіріледі. Осылайша бұл сынып ұлттық мәдениет, ғылым және экологиялық технология үйлескен заманауи білім беру ортасы болып табылады. Бұл аймақты мектебімізде шағын орталық болғандықтан, шағын орталыққа арналған бүлдіршіндеріне ойын алаңы етіп жасауды жөн көрдік. Бұл алаң оқушылардың өз қолымен қайта өңделген материалдардан жасалған. Ағаш, пластмасса, мата және басқа да қалдықтар тиімді пайдаланылып, ойын элементтері жасалды. Бұл балаларға экологиялық мәдениетті ерте жастан қалыптастыруға мүмкіндік береді. Бұл жерде мектеп асханасына жақын экологиялық бақ орналасқан. Асханада шыққан көкөніс қалдықтары осы жерде құрттар арқылы өңделеді. Құрттар органикалық қалдықтарды табиғи тыңайтқышқа айналдырады. Ал осы тыңайтқыш көршілес жылыжайда қолданылып, түрлі жеміс пен көкөністер өсіріледі. Бақ пен жылыжай күн батареясы мен жел генераторы арқылы энергиямен қамтамасыз етіледі. Сонымен қатар бұл аймақта қоқысты сұрыптау жүйесі де қарастырылған. Бұл мектеп ішіндегі ғылыми зерттеу кабинеті. Мұнда оқушылар жетекшілермен бірге түрлі ғылыми жобалармен жүйелі түрде айналысады. Кабинет тәжірибе жұмыстар жүргізуге арналған заманауи құрал жабдықтармен қамтамасыз етілген. Бұл оқушылардың зерттеу дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді. Бұл жерде оқушылар тек теориялық білім алып қана қоймай, оны тәжірибе жүзінде тексеріп, нақты нәтижеге қол жеткізеді. Жылыжайда өсірілген экологиялық таза өнімдер жергілікті дүкендерге ұсынылып, түскен қаражат ғылыми жобаларды дамытуға бағытталады. Осы арқылы оқушыларда ғылыми зерттеу жүргізу, жоспарлау, нәтижені талдау және оны өмірде қолдану дағдылары қалыптасады. Сонымен қатар бұл жүйе оқушыларды кәсіпкерлікке баулып, еңбектің нәтижесін бағалауға үйретеді. Бұл кабинет идеядан бастап нақты өнім мен нәтижеге дейінгі толық ғылыми және практикалық циклды қамтитын орта. Міне бұл жерде мектеп ішінде арнайы экологиялық бұрыш ұйымдастырылған. Бұл аймақта әртүрлі бөлме өсімдіктері орналастырып, табиғи ортаға жақын микроклимат қалыптастырылған. Өсімдіктер ауаны тазартуға көмектесіп, көмірқышқыл газын сіңіріп, оттегін бөледі. Бұл оқушылардың денсаулығына оң әсер етеді. Сонымен қатар, бұл кеңістік оқушылардың эмоционалдық жағдайын тұрақтандыруға, күйзелісті азайтуға ықпал етеді. Экобұрыш демалыс аймағы ретінде де құрастырылған. Мұнда жұмыс отырғыштар орналастырып, оқушылар үзіліс кезінде тынығып, табиғатпен байланыс орната алады. Осылайша бұл жоба экология, білім және технологияны біріктіретін бір тұтас жүйе болып табылады. Бұл болашақтың экологиялық және тұрақты дамуға бағытталған мектептің үлгісі.